мен всегда негізі ақша дүние дейтін нәрсеге дүние ақша деп қараймын да, қолына келгенше. Болған шығар енді, 40-тамын ғой енді, кейбір уақытта андай қызғанып қалған, жүрекке кіріп кеткен кездер болған шығар енді, оны жасырмаймын. Всегда осындаймын деп айтпаймын, бірақ мен дүниеге дүние деп қараймын. Бұл келді, бұл кетеді. Алып кетпейсің ғой бәрібір. Қалады ғой бұл деп осылай қарауға тырысамын. Үйді мен бірінші салған кезде контент қылып салдым ол үйді. Менің үй салғанымды бүкілді білет менің оқырмандарым. Сосын мен оны неге сатам дедім, негізі ол маркетинг болған. Мен киноны маркетингін придумать етем, мен бірінші кинодан бұрын маркетинг придумать етем. Маркетингін плансыздан бірінші. Мен мына киноны шығарам ғой ертең. Мен оның маркетингін қалай жүргізем. Соны ойластырып аламын бірінші. Сол кезде ойыма идея келіп қалды. Мен үйге қарап тұрдым да, как раз сол кезде. Үйді салдым ғой деймін де, бәрі біледі, иә. Сатам десемші дедім де. Сөйтіп екі түрлі көрермен келді ғой киноға. Сатып не түсірді екен деп келді. Сосын сатып, құрсын новый үй алсын, көмектесейік деп келді де, соны екі зритель келіп тұр ғой. Бірақ бұның қызығы, Алланың қалауымен бұл үй, мен киноны ақтап алдым ғой, жаңа 850 миллион теңге, миллиардқа жақын касса шығардық біздер общий. Соның бәрін ақшаны алған кезде ол үй әлі болған менде, өтпеген. Әлі болды, менде сатпауыма болатын еді. Но я сказал, мен айтып қойдым, потому что мен ертең халыққа бір рет андай тормозить етіп, бүйтіп артқа шаг беріп қоятын болсам, ертең менің көрерменім, менің оқырмандарым келесі сөзімді несерьезно қабылдауы мүмкін де мен. Айтатынымша. Сол себептен мен все сатам дедім.